Қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен Қазақстанның жазықтары туралы айтамыз. Жалпы Қазақстанның жер бедерінің қалыптасуына ішкі және сыртқы күштердің әсері өте мол деп айттық. Ал жер бедері дегеніміз не? Жер бедері дегеніміз жердің ойлы, қырлы пішіні. Жалпы жер бедерінің екі формасы бар. Олар жазықтар және таулар. Бүгін біз сіздермен жазықтар туралы айтамыз. Жалпы Қазақстан территориясының, яғни аумағының геологиялық құрылымның ерекшелігі, тектоникалық белсенділігі, қалыптасқан уақытына байланысты және ішкі күштердің алуан түрлілігіне байланысты жер бедері әртүрлі болып қалыптасқан. Ал енді жалпы тектоникалық құрылымдар бұл жер бедерінің орографиялық алуан түрлілігі. Ал неотектоникалық құрылымдар бұл гипсометриялық орналасу, яғни теңіз деңгейінен абсолюттік биіктігі. Есімізге түсірейік, Қазақстанның теңіз деңгейінен төмен жатқан нүктесі және ең биік нүктесі. Яғни жер бедері осы екі аралықта жүзеге асады екен. Бірінші, ең биік жатқан жері ол әрине Хан Тәңірі. Хан Тәңірі шыңы. Оның биіктігі, есімізге түсірейік, 6995 метр. Ал гипсометриялық жаңа теңіз деңгейінен төмен жатқан бөлігі ол Қарақия ойысы. Оның көрсеткіші минус 132 метр, минус. Мен бұлай бітіп алып қоям, минус 132 метр. Яғни, бұл жаңа абсолюттік биіктігі бойынша екен. Ал енді бүгінгі тақырыпқа байланысты жазық дегеніміз не? Жазық дегеніміз беті тегіс емес, сәл белесті болып келетін жер бетінің кең алқапты телімі. Біз жазықтарды жаңағы бірнеше топтарға бөлсек болады. Біріншіден, яғни жазық абсолюттік биіктігі бойынша, бірінші мен жазайын, міне биіктігі бойынша. Биіктігі бойынша біз үшке бөлеміз. Бірінші, ол 200 метрге дейін нольдан. Бұны біз ойпат деп айтамыз. Екінші, 200 метр мен 500 метр бұл үстірт болады. Жоқ, керісінше балар қырат болады. Үшінші, яғни 500 метрден көп болса, бұл үстірт болады. Міне, бұл биіктігі бойынша жіктелуі. Керісінше, екінші, сыртқы көрінісі бойынша. Жазықтар қалай бөлінеді екен? Сыртқы көрінісі. Сыртқы көрінісі бойынша біз тегіс жазық, төбелі жазық және сатылы жазық деп бөлеміз екен. Тегіс, төбелі және сатылы жазық. Келесі балар, оның көлбеулігіне қарай жазықтың. Көлбеулігіне қарай жазықтар бірнеше түрге бөлінеді екен. Олар көлденең жазық, көлбеу жазық, дөңес жазық және иілген жазық. Міне, яғни біз жазықтарды биіктігіне қарай, сыртқы көрінісіне қарай және көлбеулігіне қарай жіктедік. Жалпы жазықтар Қазақстанның басым бөлігін алып жатыр. Өте үлкен көлемді алып жатыр, жазықтар. Жалпы олар шөгінді қандай жыныстар көмкеріліп жатқан? Олар қабатты жазықтар деп атаймыз, ал ондай жазықтар қатты шөгінді жыныстар жауып жатқан жазықтарды айтамыз екен. Ежелгі және жас платформаларда орналасқан жазықтар. Яғни оларды қабатты жазықтар деп атаймыз. Енді жазықтардың біз бірнеше түрін айтып өтсек болады. Мысалы, Қазақстанда кездесетін бірінші жазық ол алювийлі жазық. Алювийлі жазық. Ал бұл қандай жазық? Және бұл жазыққа қандай жазықтарды мысал қылып айта аламыз. Алювийлі жазық 10 мен жүздеген метрге жететін өзен суы тасымалданған қалың тұнбалы шөгінді қабаттардан тұрады екен. Бұл жерге біз Сырдария алювийлі жазығын, мен қысқартып жазайын, Сырдария деп, Қарақұм жазығын және
Мойынқұм жазығын мысал қылып айта аламыз екен. Бұл алювийлі жазық. Екінші жазық, балалар, ол ойпатты жазық. Ойпатты жазық. Бұл ойпатты жазыққа бұрын теңіз түбі болған Каспий маңы ойпатын айта аламыз. Яғни бұл жерде төрттік дәуірдің көтерілім нәтижесінде олар құрлыққа айналған шөгінді жыныстар құм саздардан тұрады екен. Яғни бұған мысал Каспий маңы ойпаты. Өзі айтып тұр, Каспий маңы ойпаты. Келесі жазықтың түрі ол аккумулятивті жазық. Аккумулятивті жазық. Ал бұл қандай жазық екен? Және оған қандай жазықты мысал қылып айта аламыз екен? Құрылымдық іргетасы палеозойға дейінгі және палеозойдың интрузивті және метаморфты жыныстарынан тұрады екен. Және олардың іргетасы, яғни фундаменті 2 километр тереңдікте жатыр. Біз бұған солтүстік қазақ жазығын мысал қылып айта аламыз. Солтүстік қазақ жазығы. Қазақстанның солтүстік бөлігін алып жатқан жазығы. Төртінші жазық, балалар, бұл денудациялық жазық. Денудациялық жазық, балалар, жалпы таулардың мүжілуінен пайда болған жазықты айтамыз екен. Ұзақ уақыт бойы таулардың мүжілуінен, яғни жазық пайда болады. Олар қатты кристалды жыныстардан тұрады. Біз бұл денудациялық жазыққа бетпақ даланы айтуға болады. Бетпақ дала жазығын айтуға болады. Жалпы бетпақ дала ол Балқаш көлінің батысында орналасқан, палеогеннің көлденең жатқан қалың сазды, құмды, қиыршықтасты жыныстарынан тұрады. Жалпы биіктігін айтатын болсақ, 40-60 метр сатылы тік беткейлі кемерлер арқылы Сарысу өзенімен шектеседі екен. Сарысу өзенінің аңғарымен шектеседі деп айтсақ болады. Бұл яғни денудациялық жазық бетпақ дала екен. Яғни жалпы Қазақстан жаңа айттық территориясының өте көп аймағын жазықтар алып жатыр деп. Ал сол жазықтардың барлығы алуан түрлі. Біреуі алювийлі, біреуі аккумулятивті. Ал оның себебі, яғни ол географиялық орнына байланысты, тектоникалық құрылымына байланысты, және сол жазықтардағы тау жыныстарының жату бағытына байланысты, және әрине климаттық жағдайға байланысты екен. Соған байланысты жазықтар алуан түрлі болып қалыптасқан екен. Не балар? Яғни Қазақстанның көп бөлігін алып жатқан жазықтар туралы айтып шықтық. Жалпы жазықтарды біз бірнеше типке бөлдік. Олар биіктігі бойынша ойпаттар, қыраттар, үстірттер. Ал бұл жазықтарды ары жақсы түсіну үшін біз сіздермен Қазақстанның физикалық картасымен жұмыс жасауымыз керек. Сабақ түсінікті деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.